отбасылар медицинадан бұрын неге айдананың мысалында соны байқап көріп отырмыз. Ортамызда Бақытбек Рабиұлы отыр, халық емшісі. Аға, шын мәнінде көп па осындай бала сүюді армандайтын отбасылар өздеріңізге келе ме? Не көмек бере аласыздар сіздер? Шын айтқанда қазір мен естуімше еш адамның біреуі дейді ғой. Осындайға мұқтаж екен. Алла жағынан болмай жатқан. Әр адамның шынында да арманы болып отыр. Енді бұл 10 жылда, 20 жылда қандай көрсеткішке жетуі мүмкін? Соны ойласақ, негізі төбешесін тік тұрады. Өйткені бұл қазақтың болашағы. Мысалы, біз айтамыз, мемлекеттің байлығы адам дейміз, ал адамның байлығы немене? Бала. Денсаулық. Бұл жерде жаңағы апайымыз айтып жатыр, психологтар айтып жатыр, бәріне мен қосыламын. Бірақ біз көбінде салдармен күресіп жүрміз ғой. Былай айтқанда. Осындай мына қарындасымыз сияқты көздері жаутаңдап, 2 жылдан асқаннан кейін өз адамдар кішкене қозғала бастайды екен. Содан кейін депрессияға түсіп, жаңағы мына қарындасымыз айтқандай, ортаға бармай, көпшілік ортаға қонаққа бармай сөйтіп, одан ары ушыға береді. Ал менің алдыма көбіне келгенде, енді Инстаграм арқылы көбіне көреді ғой. Содан кейін ауыздан ауызға тарап, осындай қарындастарымыз келгенде, ең әуелі оның жасы маңызды. Осыдан асқан болса, енді ол жаңағы әйелдік гормондар бар ғой. Енді ол жылдамдату керек. Нақты сізге келгенде, осы қыз-келіншектер диагнозымен келе ме? Медициналық әлде қалай? Әлде медицинаға жүгінбей келе ме? Бармаған жерім жоқ деп келеді. Не істейсіз сонда, қалай емдейсіз? Емшіге барады, дәрігерге барады, бас айдан ешкім дұрыс жаңағы айтып отыр ғой. Дұрыс кеңес айтпай, жол көрсетпей, сонымен шатаса деген. Одан кейін екіға баратындар көп. Екіға бардым, түсіп қалып жатыр деп сөйтіп айтады. Енді осының мен жаңағы сөзінің қысқасын айтқанда, ең әуелі мына адамның бойындағы суықпен жұмыс жасаймыз біз. Өзім мысалы мамандығым өзі спортшы болғаннан кейін осы халық емшілерді келдік, 10 жылдан асты. Сонда мына суық деген нәрсе өте адамға қатты әсер етеді. Мен өзім спортта жүріп көп суық алдым. Өзімізден бастадық қой осы емшіліктің бәрін. Сонда әйелдің мына жатыры суықтаса, табаннан суық өтсе, кіндіктен суық өтсе, жаңағы көп қой. Бұл сыртқы суықтар, енді көп жағдайда бізде айтпайтын дәрігерлер де көбінде енді білсе де айтпай ма білмейді, оны ешкімге жалғай алмаймыз. Мына су іш дей береді қазіргі заманда, Бұлай ғой, бәрін айысаңыз. 2 литр су ішіңдер деп жатыр. Маған келгендер бар, 5 литр су ішетіндер бар. Енді құдай сақтасын, бұл болмайды ғой. Бірақ оны су іш дегенде ол қандай су ішу керек? Ол жағын айтпайды. Сонда қалай, көп су ішуге болмайды деп отырсыз? Мына суды іше берген адам негізі медиктар бізден біледі ғой. 5 литр суды ішіп қойса, ол толмаған су өтіп қалады. Ол нақты ма? Вперед, сәл жизнь деп ақау болады болса, конечно. Бұлай сау адамдарда да ол Мен өзім күніне 3 литр су жүреміз деп бірақ. Енді міне осыны айтып кетейін, көп жерде кім айтпайды, өздеріңіз зерттеңіздер. Қай ата-бабамыз кешке дейін су ішті? Бұлай қарасақ. Су ішуге уақыты болды. Жоқ, қандай енді кері судың қандай кері зияны болуы мүмкін? Міне осы, сіздің сұрақ өте орынды, осы сұрақ керек болып тұр. Сонда мына көпшілікке мына біз жаңағы алып жатырмыз, табаннан тиеді шығыс медицинасында, кіндіктен дейміз, белден мына лимфалардан түгел суықтайды. Сонда мына асқазан ешкім айтпайды екен. Бізде мына өңештен өткен суығымыз қайда барады? Асқазанға түсті ғой. Ал асқазан дегеніміз бүкіл орталық. Асқазанның жанында бауыр, өт, ұйқы без, көк бауыр, ас ішек, тоқ ішек, оны екінші бүкіл ішегіміз кетті. Ал біздің ішкі ағзамыздың температурасы қанша? 36. Ол біздің дене температурамыз 36 болу керек. Ішкі температурамыз 38 болады екен. Асқазан, өт, бауырдың температурасы 40 деп айтады ол медицинада. Біз жаңағы балмұздақты жедік. Балмұздақтың градусы 15-20. Осыны жегенде мына ішкі құрылысының бәрі суықтайды. Енді бір күнде түгетпеуі мүмкін, бір жылда бірталай деңгейге барып қалады адам. Сонымен мына ішкі органның бәрі, жатырдың бәрі суықтап, адамды суық алды деген осы екен. Содан кейін мына Аға, нақты сіздің жағдайыңызда алдыңызға қанша осындай келіншектер келді 10 жылдың ішінде және қаншасы балалы болды? Енді оны мен санай алмайды екен. Шамамен сәбилі болғандар бар ма? Көбінесе үйлеріңізбен кесіп.
Дәрігерлер көмектеспейді деп келе ма, не деп келеді? болмай жатыр дейді. Біз енді дәрігерлер түсіп қалып жатыр дейді. Мен айтып кетейін. Көбінде екі одан келіп түсіп қалып жатыр дейді. Сонда мен айтамын, енді біз оған ана істе, мына істе деп айтпаймыз. Бірақ жасы келіп қалғандар болады, көбінде 30-дан асқандар. Мен айтамын, сен тездетіп, ішіңдегі суыңды шығарып көр, 10-15 күн. Менің айтқан кеңестерімді жасап көр. Біз мына денсаулық тренері болғаннан кейін бүкіл жүйе керек дейміз да. Бүкіл жаңағы айтқан су ішу. Халық емімен ба сонда? Қалай? Халық емі ғой бұның бәрі, иә? Халық емі ғой, бұл бабалар келе жатқан дәстүр ғой. Жылумен емдеу, жаттығумен, тамақпен емдеу, көрдіңіз ба? Соның ең қарапайым су болып тұр. Соның өзін қалай ішетінін білмейді. Түсінікті аға? Мынандай нәрсе бар да, әр адамның өзінің өмірі бар, тағдыры бар, әр адамның өзінің жаңағындай бір емделу жолы бар. Біз қазір бір әйелге осы көмектесті, барлығына осы көмектеседі деген нәрсе де жоқ. Өйткені бірақ бәріміздің айтып отырғанымыз негізі қарасақ, ішкі жүйе, бәрі ішке, барлығы ішке, сырттан емес, сырттан бермей жатыр, біреуді кінәлап керек емес, ішімізді дұрыстаса, ішкі күйімізді, ағзамызды барлығын дұрыстаса, сырттан, сондықтан фокусты, назарды сырттан емес, іштен қарастырып, іштен алып келуге болады. Айтып кетейін, иә? Мысалы, осы көп жағдайды біз мына итті де асылдандырамыз, жылқының түр-түрін асылдандырамыз, бүкіл асылдандырмаған зат қалмады. Бірақ мына адамның біз өз ұрпағымызды асылдандыра алмай жатырмыз, негізі. Бұны біздің бабамыз сонау баяғы керей жәнібектің заманында 7 атаны жарлыққа енгізіп кеткен. Міне осыған көңіл аудару керек.